Баршаңызға қайырлы күн, құрметті YouTube арнамның көрермендері. Қысқа жапқан компоттарыңыз дұрыс шықпай, атылып кетіп жүрсе, дәл осы видеоны соңына дейін көріңіздер. Енемнің неше жылдық пробасынан өткен, осы уақытқа дейін жапқан бірде-бір компоттары атылмай шыққан, дәл соны сіздермен бөлісемін. Ең алдымен банкілеріміздің бәрін жуып, тазалап, парит етіп аламыз. Шамамен 7-8 минуттай ұстайсыздар. Дәл солай крышкілерді де парит етіп аласыздар. Буға қайнатып алсаңыздар болады. Жеміс-жидектерімізді жақсылап жуып тазалап аласыздар. Бұларды да 3 қайтара жуып аласыздар. Одан кейін әрбір банкіге 3-4 данадан салып шығасыздар. Шиемізді 1 пиалайдай салып аласыздар. Үстіне жалбыз және лимон мен апельсинді осылай турап алсаңыздар жақсы болады. Суы шығып жақсы дәм береді. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жемістерді шамалы көбейтсеңіздер де болады. Суды алдын ала жақсылап бұрқылдатып қайнатып алып, осылай банкілеріміздің үстінен толтырып құйып аламыз. Банкілеріміздің бетін жауып, шамамен 20 минуттай қойып қоямыз. Сол кезде түсі шығатын болады. 20 минуттан кейін суымызды таза ыдысымызға құйып, газге қойып, толық қайнағанша күтеміз. Сол уақытта банкімізге қантын салып аламыз. 3 литрлік банкіге 400 грамнан 2 литрлік банкіге 300 грамм қанттан қосып алдым. Суымыз толық қайнағаннан кейін ыдысымызға қайтадан құйып аламыз. Қанты көп десеңіздер, қыста банкімізді ашқан кезде үстінен қайнаған су құйып, қосымша іше берсеңіздер болады. Банкіміздің аузын жақсылап жауып, видеода көріп тұрғандай шайқап аласыздар. Қанты толық еритін болады. Одан кейін осылай теріс қаратып, төңкеріп, жылы жерге орап қоясыздар. 2-3 күндей тұрғаннан кейін банкілеріміз дайын болады. Жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Менің жаңа рецептерім шығатын болса, сіздерге бірден көрінетін болады.